Assalamualaikum dostlar, sizlerмен бірге тендер арнасы. Бүгін біз Brawl Stars түсіретін боламыз. Бұл менің аккаунтымда ең алғашқы видео, сол себепті тіркеліп қолдап келетін боламыз. Ал ендеше біз бастайық. Ал енді біз Шеллимен ойнайтын боламыз. Шеллимен ойнамағалы бізде көп болды. Даже менің Brawl Stars ойнамағаныма бір апта болып қалды. Енді Шелли ай емес. Ал ендеше мен қазір тығылып отырмын. Не екенін білмеймін. Бұл видео микрофонсыз түсірілген, сол себепті мен дауыстап жатырмын. Бұл дауыстау үшін мен бір күн кетті. Монтаждау үшін минуттар емес, сағаттарым кетті. Короче, яқта бізде қазаққа шабуылдап жатырмын ау. Ұрдып тастады ғой. Жоқ, Русияға шабуыл жасап жатыр екен. Келісіп кеттік. Құдай сақтасын. 7-ші орын. Демек мен бірінші өлмегенбіз. 8 адам болып ойнадық. Санап алсаңыздар 8 адам болып ойнадық. Мен бірінші өлмегенмін. Ол өте зұл. Ал ендеше біз өліп қалғаннан кейін басқаларды көретін боламыз. Кім ұтады деп ойлайсыздар? Комментарийға өз ойларыңызды жазып кетіңіздер. Айтпақшы, мен видеоға түсемін дейтін болсаңыздар, мен де комментарий жазып кетіңіздер. Тағы айтамын.
Бұл менде Тинжер аккаунтында жаңа видео және де Тинжер аккаунтта тіркеліп қоямыз. Бұл менің екінші аккаунтым. Егер просмотрлар өте көбейіп кететін болатын болса, мен екінші бөлімді шығаратын боламын. Екінші бөлімде өте қызық деуге болады. Ал ендеше бізде неше адам қалды? 5 адам қалды. Шатаспасам 5 адам қалыпты. Біздің аяқта қазақ бүкіл ұтып жатыр, бұл болмайды. Қазақты шарт жасаймыз ол. Барлығын видеоға белгілегім келген, бірақ та кейбіреуінің аккаунты жоқ, кейбіреуін белгілей алмадым. Сол себептен менің видеома пікір жазған кезде сол кезде тіркеліп алсаңыздаршы. Бізде енді 3 қалды. Аяқта 1 адам қалды, ол қазір өліп қалады. Өліп қалдым. Бізде Нурик, Әзірхан екеуі жекпе-жекке қалды. Кім ұтады деп ойлайсыздар? Мен ойымша Нурик ұтады. Себебін білмеймін, Нурик ұтады. Себебі оларда өте көп прайм бар да ше. Мен неге өліп қалды, бұл видеоны өліп қалса да неге монтаждап жатыр деген әтелерімізге, подписчиктеріме, хейтерлеріме айтарым. Білмеймін, видео болсын деп монтаждап отырмын. Ал келесі ойынға кеттік.